Всем привет! Бүгін мен сіздермен өте дәмді жұмсақ вафлидің рецептімен бөлісемін. Экранға керекті заттарды шығарып қойдым, скриншот жасап алсаңыздар болады. Керекті заттарды түгелдеп алған болсақ, менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Жұмсақ вафлидің идеальный рецептін табу үшін 4-5 рецептпен жасап көрдім, бірақ осыған тоқталдым, себебі бұл өте оңай, өте қолжетімді заттардан жасалады және өте жұмсақ, тәтті. Негізі барлық жерде вафлидің ішіне қосатын заттары бір, сол сүт, сол жұмыртқа, сол шекер, сол ұн, бірақ бір-біріне соотношение дейміз ғой. Осы рецептпен өте тамаша үйлесім табады да, және вафлиңіз екінші күнге қалып кететін болса, өте жұмсақ болып тұрады. Кейбір адамдардың үйінен қаймақ табылмауы мүмкін, сондықтан сары май, ұн, сүт, жұмыртқа, сахар барлығыңыздың үйінен табылады. Егер вафлиңіз бар болса, осы рецептті жаттап алыңыз және балаларыңызға үнемі жасап беруге кеңес беремін. 200 грамм ұнды бірден салып жібермей, осылай мен секілді бөліп арасында жақсылап араластырып алып салып отырсаңыз, ешқандай комочектар қалмай жақсылап араласатын болады. Менің вафельницам осындай DeLonghi фирмасынікі специальный вафлиға керекті градусты көрсетіп, мынандай вафлидің суретін қойып қойған. Сол режимге апарып қоямын, өзі сигнал береді, қызған кезде кезекпен осы вафлиларымызды құйып шығамыз. Біз жасаған рецептпен осындай толыққанды тұп-тура 8 дана вафли шығады. Мінекей қыздар, арысы-берісі 15 минуттың ішінде өте дәмді таңғы ас немесе 5 шайына арналған тәтті вафлиларымыз дайын болды. Рецепті жасап көріп, бағалап кетіңіздер менің видеомды.